Құндылықтар жүйесі. Ғұмырдың әр сатылық кезеңі өзіне тән құндылықтар жүйесімен сипатталады. Бұның алдында біз ересек, яғни кемел адамның құндылықтар жүйесін қарастырған едік. Екінші кемелдіктің құндылықтар жүйесі несімен ерекшеленеді? Бұл кезде өмірдегі өз орнын табу және жеке бастың құндылықтарын айқындау аса маңызды нәрсеге айналады. Осы жас шамасында әдетте альтруизмі, өзінен гөрі өзгенің қамын ойлау қасиеті арта түседі. Мен асарымды асап, жасарымды жасадым ғой, енді балаларым мен немерелеріме көмектесу керек дейді. Ал альтруизм әрине керек, бірақ белгілі бір шекке дейін ғана. Оның арғы жағында құрбандықтың құлағы қалтайып тұрады. Ал бұл энергия алмасу мен жазмыштың жарасымдылығынан нұқсан келтіреді. Осы жас шамасында өзіңе сүйіспеншілікті арттыру бәрінен де қиын соғады. Әйтсе де, екінші жағынан бұл жеткілікті жағдайлар жасалады. Солардың ең бастысы уақыт. Ғұмыр бойы өзіңді ардақтап сүюге уақыт жетпеседі. Енді міне, ол жағы жеткілікті. Ендеше өзіңді баптап күтумен айналсыңыз. Ғұмырдың осы сатысында әдетте таяп қалған өлім қорқынышынан туындаған, әсіресе діншілдік бой көрсетеді. Адамдар көбінесе соқыр сенімге иек артады. Сөйтіп өз құндылығын төмендетіп алады. Мына өмірдегі кез келген құбылыс сияқты жоқсыз діндарлықтың ырқы адамдарды көкке көтеруі, балшыққа батыруы да ықтимал. Бәрі оның өзіне байланысты. Сондықтан бар мүмкіндіктерді әркім өзіне қызмет етуге, өзінің құндылығын өзі көтеруге жұмсау керек. Кемелдіктің екінші сатысында өзінің құндылығын сезіну айрықша маңызды, әрі күрделі болады. Өйткені қоршаған дүние оған қол ұшын бермейді, керісінше аяқтан шалады. Заманауи қоғам жастық шаққа табынып, қарттықты мансұқтайды. Зейнет жасына жеткен кісі қоғамда екінші қатардағы адам саналып, оған жақын туыстары да, мемлекет те масыл ретінде қарайды. Міне, енді осындай жағдайда аға буын өкілдері, қариялар қауымы дегеніміз тек тұқияның және тұтас ұлттың ақиқи алтын қоры екенін ұғынудың маңызы зор. Бірақ бұл жай ғана статус немесе әлде қандай артықшылық емес, ең алдымен үлкен жауапкершілік. Өзін дамытуға, өзін жетілдіруге, өзінің мәнін ашуға, әлемде болып жатқан нәрселерге жауапкершілік. Барлық құндылық атаудың басына өзін қою міндет осы. Құндылықтар иерархиясына басқа қырынан келейік. Құндылықтар жүйесі адам махаббатымен етене байланысты. Әлдекім бәрінен кімді артық жақсы көру, аялай сүйсе, оған өзі де ардақты көрінеді. Ал махаббат иерархиясының өзі неліктен пайда болды? Махаббаттың тапшылығынан. Ол жеткізіліксіз, әрі жұрттың бәріне бірдей жетпейтін. Шамадан болса, адам сүйіспеншілігін өзінде қалыптасқан құндылықтар жүйесіне сәйкес бөледі. Бұған қоса, махаббатты бөлудің өзі адамның ахуалы және жақсы емес екенін білдіреді. Ал енді оны қолапайсыз бөліп, сонымен өзіне қосымша қиындықтарды үйіріп алады. Құндылықтар жүйесі тарауында біз өзіңізді орта тұсқа, бастаулардың бастауына орналастыру керек екенін айттық. Екінші кемелдікке ене отырып, өзіңізге сүйіспеншілікпен қарамасаңыз, өмірде тиімді нәтижелерге жету мүмкін емес екенін түсінетіндей даналықты иеленесіз. Сіз де сірә сол ата-аналардың бойындағы барын жұмысқа, балаларына берген мысалдарын талай көрген шығасыз. Ал нәтижесі не болды? Өздері жалғызбастылық пен түрлі ауру сырқауға, ал бала-шағасы тағдыр тәлкегіне ұшырады. Тағы да ақиқи шындықты еске алайық. Өзіңде жоқ нәрсені балаларыңа бере алмайсың бәрібір. Өзіңді өмірдің орта тұсынан апарып қоймай, оны бақуатты ету қолдан келмейді. Бұл мәселені дұрыс түсіну екінші кемелдік кезеңі үшін ерекше маңызды. Өмірдің соңына келгенін сезіне отырып, балаларыңызға мол жақсылық істегіңіз келеді.
бірақ сырт қарағанда тым оғаштау көрінетіні қылық жасауыңыз яки өзіңізге айрықша көңіл бөлуіңіз қажет. Нақ осы жол өзіңізге де, балаларыңызға да, немерелеріңізге де ең көп пайда алып келеді. Ғалымдар тобы бірнеше жыл бойы жасану байланысы, нақты денеге жанасу жөнінде мәселені зерттеді. Іс тәжірибе барысында олар 450 қарттың өмірін бақылап, таңғаларлық нәтижеге жетті. Сөйтсе жағымды, игі сезімдерін ішке іркіп қалатындарға қарағанда еркелете сөйлеп, мейірімді лебіздерін аямайтын қариялар да өз ғұмырларын 20-30 жылға ұзартады екен. Америкалық дәрігерлер жылы шырайлы, достық пен иілді жанасулар психосоматикалық кеселдерді үрей мен күйзеліс сезімін сейілтіп қана қоймай, олардан құла таза айығуға да септеседі деген қорытынды түйді. Науқастарды аялай, сылап сипағанда, немесе оларға мысықты, итті, тіпті жұмсақ ойыншықтарды сипалауға берген кезде қағысы бұзылған жүрек қалыпты жиелігіне келе қалады екен. Альберт Эйнштейн: мен жұмыста қиындыққа тап келген кезде әйеліме барып құшақтауын өтінемін дейді. Әйелдің жылуы мен мейірімі маған жаңа қуат беріп, серпін беретін еді дейді. Басына тың идея келе қалса, Пикассо арқасынан уқалап сылауды сұраған. Менон қолы қаламға иілікпей қалған шақта маникюр жасайтын әйелге жетіп барған. Мамандар әр күнді массажбен бастауға және аяқтауға кеңес береді. Мейлі ол кәсіби шеберлікпен болмаса да, сүйіспеншілікпен істегені абзал. Ал сізге ешкім массаж жасай істей алмайды. Өзіңіз істеп көріңіз. Мына менің жақын туыстарым да, көптеген оқырмандарым да ежелгі даосизм жаттығулар негізінде жасалған массаж түрін өзімізге жасап келеміз және пайдасы мол екеніне көз жеткіздік. Ол тек көңіл күйді, қал ахуалды жақсартып қана қоймайды, деннің саулығына игі әсер етеді. Созылмалы аурулар бойдан кетіп, дүние көзқарас жетеле түседі. Және ол небары 4 минуттай уақыт алады, ал пайдасы шаш етектен. Екінші кемелдік кезеңіне шығу үшін әйтеуір құндылықтар жүйесін жете түсініп алу қажет. Әдетте осы уақытқа шейін қисапсыз қателіктерге жол беріледі, ал өмір басқаша қағидаттардан құралған болып шығады. Далбаса нұсқалардың талайы тексеріледі де, енді ештеңені түзетудің реті келмейтін сияқты көрінеді. Бірақ бұл бұлай емес. Өз қателіктерінің жете қабыл түсініп, тек ешкімге кінәртпай, өмірдің тап осындай болуына кесірін тигізген сияқты көрінгімен жақын жуық адамдарға өкпе реніш атаулардан арылып, қалай өмір сүру керектігін, құндылықтар жүйесі қандай болуға тиістігін түсіне білу адамның екінші кемелді кезеңінің соңына сана сезіммен, жаңаша дүниетаныммен өтуіне мұрсат береді. Сол кезде әлгі кісінің және оның бала-шағасының тірлігі мүлде басқа сценарий бойынша өрбейтін болады. Егер адам кемелдік жағынан дер шағына жетсе, онда ол екінші кемелдікке өзінің қосағын ертіп жұп құрай келеді. Сондықтан сүйікті адамына лайықты орын табылмаса, махаббаттың бірінші деңгейі толық емес, орталау болады. Ақиқи өмірде осы жас шамасындағы адам көп ретте жападан жалғыз қалады. Осындай жағдайда не істеген жөн? Мен бос қалған орынды жұмыспен, балалармен, немерелермен де, қандайда бір басқа мұрат мүдделермен де айырбастаудың керегі жоқ деп ойлаймын. Көбіне осы жаста жалғызгіліктің әрін келтіру үшін үй жануарларын асырайды. Бірақ ғұмыр аялап тұрмайды. Екінші кемелдік те жұбайлық тұрмыстың жаңа сатылық кезеңінен бастау болуы мүмкін. Маған оның керегі не деп мұндай нұсқаны өз ғұмырлардың аясынан шығарып тастауға әсте болмайды. Ол керек, өте керек, және де сүйікті балаларыңызға керек. Егер ондай мүмкіндік туып жатса, оны пайдалану қажет. Сөйтіп көп мәселенің шешімін тез таба аласыз. Бұл балаларыңызға көмектесудің нақты сенімді жолы.
Менің тәжірибемде ата-аналардың екінші жартысын табуына көмектесе отырып, олардың балаларына қыруар қиындықтан құтқарып қалған оқиғалар көп ұшырасты. Мысалы, жол бейдауа гемофилден емдеп шығуға да себеп бір жағдай әлі есімде. Кемелдіктің екінші сатысы, егер оған ақыл парасат келе білсе, жас кезінде де қызық болып шығуы әбден мүмкін. Өйткені осы жас шамасында жалт етпе, жалқы мінез құндылықтар, алып ұшқан албырт тірлік, қарбалас қимыл артқы лекке кетеді. Өзінің ішкі дүниені айқара ашып, айналамен араласып құраласуға көп уақыт қалады. Егерде жаңа мүмкіндіктерді байыпты пайдаланса, бұған дейін де бастан өткерген рахатқа келінелуге болады. Бұл жасқа жеткенде өзінің өмір сүретін кеңістігін жасап алу туралы мәселе жас кезінде бүйірден қадалып тұрмайды. Баспана бар, тұрмыстық мәселелер белгілі бір деңгейге шешімін тапқан. Әйтеуір үйдің, пәтердің, тұрмыстың жаңа сапасына сәйкес келуі, яғни қандай да бір өзгерістер жасау, мысалы ғұмырдың жаңа кезеңінен лайықты баспанаға көшу жөнінде әңгіме бір басқа. Өйткені күн сайын қызметке асығудың қажеті жоқ. Ендеше жұмыс орны немесе көлік жолына жақын жерге байланысып қалудың керегіне. Бәлкім қала сыртындағы тып-тыныш жап-жасыл мүйіске қоныс аударған, әлде туған жер, өскен елге тартып кеткен дұрыс шығар. Пәтердің сән сәулетті де ғұмырдың жаңа сатылық кезеңі мен жаңаша дүниетанымға сай келгені жөн. Осы жас шамасында адам негізінде қоршаған кеңістікті жіті сезінеді және оған мейлінше мамыражай жағдай жасайды. Өз жан дүниеңіздің тілек қалауына құлақ түртіп, қадам басудан қорықпаңыздар. Ең болмағанда оны қазір естуге тырысыңыздар. Бәлкім бұрыннан келе жатқан арманыңызды жүзеге асырып, қалаған жерде тұрғыңыз, еркін өмір сүргіңіз келетін шығар. Арман тілектеріңізді еске түсіріп, олардың жүзеге асыруына жәрдемдесіңіз. Бәрі өз қолыңызда. Тағы да әр нәрсенің шегін біліп шамадан бағымдау керек. Түрлі материалдық мәселелер, тұрмыстық ұсақ-түйек шаруалар оп-оңай иірімін тартып, адамды жазмыштан және өз болмысынан алыстата береді. Шырғалаңы бітпейтін мына шаруалармен әуреленіп, негізгі міндет өз мәніңді жарқырата ашу жайын ұмытып кетуге болмайды.